Ал видеоны бастамас бұрын достар, сендерге Penny Minecraft деген арнаны ұсынамын. Бұл жерден әрине керемет сапалы Minecraft'тан видео көре аласыңдар. Давайте осыны 100 подписчикке шейін жеткізіп тастаймыз достар. Және де соңғы видеосына, мысалы миссия нубты құтқару деген видеосына Мейірбектен келдім деп жазып кетеміз. Және де сол жазған адамға мен пиар жасайтын боламын тағы да. Ал біз Minecraft'тан видеомызға кеттік. Бәріне сәлем достар, сендермен бүгін мен Мейірбек, және де бүгін біз Майнкрафттың керемет видеомызды бастайтын боламыз, яғни қарапайым Майнкрафт. Біз выживать етеміз бұл жерден, және сендер осындай қызық видео тағы шықсын десеңдер, осы видеоға бір 10 лайк жинап тастайық, ал біз ағаш теруге кеттік. Және де достар, біз ағаш теруімізді бастап кеттік, және осы ағаштарды қырқып алып, біз сразу верстак жасап, тас теруге баруымыз керек. Осылай бізде выживание бірінші бөлім. Осындайлармен өтетін шығар. Үйді келесі бөлімге қалдырамыз, меніңше үй салуды. Меніңше қазірге мен топырақтан үй салып тұратын шығармын. Жарайды, осы ағаш тестер қазып алайық. Және де біз екінші ағашымызға кеттік. Міне біз екінші ағашымызды қазимыз. Осылай. Осы бір 4-5 ағаш қазбасақ бізге жетеді деп ойлаймын. Және де ана құмаралға барып песоктар алып келуіміз керек, 5-6. Бірақ ол кейінгі серияға қалады, өйткені ол үйдің терезесіне керек болады, достар. Енді біздер дейтін болдық, енді біздер 3-ші ағашымызға кеттік. Достар, біз 3-ші ағашымызды қазуды бастап кеттік, және де осы ағаштан кейін 1-2 ағаш қазып болған соң біз не істейміз, ағаштарға айландырып, оны киркаға жасап алып, тас не қылуымыз керек. Бізде 3-ші ағаш бітейін деп қалды. Біреу, осынсысы біреу, және де екіншісімен меніңше бұда ағаш бітеді, және біз 4-ші ағашқа кеттік. Міне бізде 4-ші ағаш осыны қазамыз. Осыдан кейін тағы бір ағаш қазып алған соң біздер дейтін верстак жасаймыз. Ал қазір осы ағашты қазып алуымыз керек. Міне бізде уже 23 ағаш болады, осыны қазсақ. Міне 24 ағаш болады. Достар, білмеймін, осы серия бір қысқа шықпаса керек, 5-6 минут, оған ренжімейсіңдер. Ойбай. Жарайды. Міне 5-ші ағашымызды қазуды бастап кетпіз. Осыны бітірген соң біз верстак жасап, әрине тас жинауға барамыз. Міне бітіп қалдық почти. Оп. Әне бітті бізде. 30 ағаш болды, және де ана чоза нәрсені. Мен түсінбедім. Прикиньте, достар, қараңдар, орындық секіріп жүр. Орындық нау. Диван секіріп жүрген неш? Прикиньте, достар, осыны өлтіріп көрейікші қазір. Ой, мен қай жерге түсіп кеттім. Қой, өзіңді келе бер. Келгенің жақсы болды. Меніңше осы пайды қой екен, достар. Қой екен. Жақсы болды. Прикинь, орындыққа айналып кеткеніңіз. Достар, мен бір модты өшіруді ұмытып кеттім. Бір болмайтын мод қой. Енді осындай бір жағы болады, бір жағы болмайды. Енді жарайды, ол тұра берсін, ол мод. Осындай диван көрсек, достар, комментарияға қалдырыңдар өз ойларыңды видео жайлы. Және де осындай қарапайым Майнкрафт сіздерге қызық болса, давайте осы видеоға 10 лайктарыңызды жинап кетіңіздер. Және де бізде сразу келесі бөлім шығатын болады. Қиын емес шығар, мына жерде шығамадық. Міне, қиын емес шығар, 10 лайк жинау, және де бізде ана жерде тас жинауға қажет нәрселер. Так, секіре салайық. Ар жаққа, достар, тағы бір диван. Ой, диван деп қой, осыны да өлтіріп алайық. Бірегей, достар, мен модты өшіруді ұмытып кеттім, енді жарайды. Алдап жүр ғой, ана қойын. Жаман алдайды екен. Болды. Бізде 2 жүн, енді жарайды. Мыналарды ағашқа айналдырып тез верстак жасап тастайық. Мінекей бізде бір стак, того 2 стак ағаш шығып кетуге жаздады. Ой, не деп кеттім? Жарайды. Бірдеңе болып кетті, жарайды, осы жерге қоя салайық біз. Бұл жерге біз шахтаның ішіне. Так, міне осы жерге қоя саламыз, бізде сразу көмір. Және де 2 палкамен кирка жасабасақ болады. Мінекей бізде кирка дайын, енді көмірді алу үшін тас кирка жасауымыз керек.
бірінші печ жасап аламыз меніңше. Әзірше білмеймін, мына жақта болса керек, менің үйім әзірше осы жаққа қоя тұрам, меніңше. Сыртта зомбилар талап кетуі әбден мүмкін дегендей, және бізде 12 ағаш қазылып болды, және анақта ешкім жоқ па? Жарайды, ешкім жоқ. Ең бастысы крипер, достар. Крипер келмесе болды. Үйімізді жарып тастайды ол. Енді және ағаш киркамен қасып көрейікші, жарайды. Көмірді алына ма? Я, достар, алынар екен, онда ағаш киркамен қаза берейік. Қазірше көмірлерді. Аппа, әнекей, және де кеш батуға жақын қапты, достар. Тез-тез біз мына жаққа үйімізді құрбамасақ, кәз зомби талай бастайды, я. Я, достар, қарапайым Майнкрафт сендерге ұнайтын болса, давайте лайктарыңды басып кетіңдер. Сендер ұнайтынын оны лайкпен дәлелдей аласыңдар, давайте. Так, осы жерге қоя салайық мынаны. Және де палка, және де факел біреу жетеді. Факелді бүйтіп қоя салайық, және тез-тез мына жақта таспен бүйтіп жоқ қоя салайық. Қасше шешіп тұра тұрсын. Жарайды, бізде 2 шерст, өкінішке орай. Және не істейміз, достар? Төбеге қарай қазсақ, я, сәл биіктетейік үйімізді. Осылай. Я, достар, осы бөлім қызық болып жатса, әрине лайктарыңды басыңдар. Керемет комментарияларыңды қалдыруды ұмытпаңдар. Әне, бізде пайда болды меніңше. Мына 2 жерге қоя салайық оны. Және так, не істесек болады деген. Так, мынаны қазып сразу есік жасай берейін, я, достар. Бізге есік керек болады. Пока что аналар тұра берсін өстіп. Так, есік. Әне. Бізде зомбидің даусы естілмейді. Меніңше жүргенде шығар зомби. Әне, бізде, ой, есік теріс қойылды. Оны турлап аламыз қазір. Ең бастысы крипер, достар, ең бастысы крипер. Жарайды, шошқатын ғой. Есікті тез. Кейін қой іздеуге шығамыз, достар, осы. Міне, дайын ұш. Жарайды, біз енді бір сундук жетеді. Бұлай қоя салайық оны. Меніңше болады осы. Так, бізде енді не істейміз енді? Я, сандыққа керек емес заттардан біразын салайық. Қазір керек емес заттар, яғни мынау ет, шерст дегендей. Және де біз бір меч және бір балта жасап аламыз ба, достар? Ағаш қырқу үшін әлде кирка жасасақ па екен? Балта жасап алсақ, достар. Әне, бізде дайын, енді ағаш тастарды қойып кетіп жалық. Ой, достар, есік ашылып қап кетті. Ема, жарайды. Мечті алып шығып қарайық. Анау-мынау жоқ па? Ема, достар, әнерде скелетіңіз ма? Ол емес. Ондай емес екен. Мынаны қазып алайық тезірек. Бізге есік керек. Үй салу үшін қажет. Және де, ой, достар, бізде пәште таң атып кетті. Мен жүрем дегенше біраз уақытқа дейін. Және де мынандай зомбилар бәле болып жатыр қазірге. Осыларды өлтіріп, мен қойды тапқан кезде қайта келем. Ой, достар, мен зорға дегенде мына 2 қойды таптым, және де мынау чоза магия болып жүр. Жарайды, бізде бірақ па? Я, зомбилар талап тастады жаңағы. Ой, 3 қой тауып алыппын, достар. Әне, 2-ші қой. Бізде 2 шерст. Бой, достар, неқті қой көп екен осының бәрін. Жарайды, бұлар қала берсін, кейін қайшымен не қылып, қарқап жүндерін көбейтіп алып береміз. Ал біз үйге барайық. Қазір үйіміз қайда еді? Табылған кезде қайта келем енді. Және, достар, мен осындай бір керемет, осындай спальный құрып алдым. Жаңағы модтың бір пайдалы жағы осындай енді. Жарайды, бізде пеш жоқ, пеш жасап алайық тезірек. Пеш. Осы пеш бізге керек. Және оны қайда қоямыз?
Ой, оны қайда қоямыз? Мұнда қоя берейік. Жарайды, осында тұра берсін. Және де бізде ой, мен мына еттің бәрі менде екен ғой. Мен шатасып жатырмын, жарайды. Ағашпен пісіріп алайық. Бізде кризис десе де болады. Үй жағынан тарлық дегендей, жарайды. Не айтып кеткенімді өзім білмей қалдым. Мына жаққа кирка керек, достар. Менде бірақ шок болып тұрған май кәдімгідей. Қалай тірі жүрмін әлі? Оны өзім де түсінбеймін. Бізде осында тұра берсін кровать. Әне. Осында тұра берсін. Әлде әне қарап қас қойымыз ба? Бір қас қоя салайық, достар. Осы қарап. Міне, және бізге мынаны қойып қоя салайық. Қас. Жарайды, міне бізде осылай. Және де артық заттар сундукқа дегендей. Так, меч тұра берсін өзімде. Ой, не болып кетті? Жарайды, асыққан кесірі. Және де біз... достар, енді бізде осындай керемет видео аяқталды. Лайктарыңды басыңдар. 5 емес 10 лайктан кейін әрине келесі бөлім шығады. Давайте, достар, осымен видео аяқталды. Қош сау болыңыздар, достар.